Кішкентай сиқыршы және жарқыраған гүлдер. Айналасы қалың ормандар мен биік таулармен қоршалған шалғай елде от пляж атты шағын ауыл болған. Бұл ауылда Лука есімді кішкентай сиқыршы өмір сүрді. Бойы піскен алмадан аспайтын, күміс жұлдызшалары бар ұзын көк шапан, ұшында кішкентай сыңғырлаған қалпақ киген. Луканың таңғажайып сыйы болды. Ол түндерді жарықтандыратын және оларға қарағандардың барлығына қуаныш пен үміт сыйлайтын жарқыраған гүлдерді қалай өсіру керектігін білді. Әр түнде күн көкжиектен төмен түсіп, аспанда жұлдыздар жымыңдай бастағанда, Лука шағын үйінен шығып кетті. Оның үйі ауылдың шетінде тұрып, сиқырлы бақпен қоршалған. Бұл бақ нағыз ғажайып болды. Кемпір қосақтың әр түсті жарқыраған гүлдері барлық жерде өсті. Әрбір гүлдің өзінің ерекше тарихы мен сиқыры болды. Оны тек Лука ғана жеткізе алады. Бұл таңғажайып бақты тамашалауға, оның сиқырлы әсерін сезінуге ауылдың түкпір-түкпірінен, тіпті алыс жақын елдерден де адамдар жиналды. Лука күнін гүлдерге күтім жасаудан бастады. Ол оларды бақшаның ортасында орналасқан сиқырлы құдықтан суға толтырып, күміс суарғыштан суарды. Бұл судың ерекше қасиеттері болды. Гүлдердің жарқырауына көмектесті. Лука әр гүлге мейірімділікпен сөйледі. Олар оған ризашылық белгісі ретінде жапырақтарын шайқап жауап берді. Бір күні ауылға Аня мен Петя деген екі кішкентай баласы бар жаңа отбасы келді. Олар өте қайғылы көрінді, өйткені олар жақында өздерінің сүйікті Катенкасы Мурзиктен айрылды. Жүректері мұңға толы, бір күнде қуаныш әкелген жоқ. Ауыл тұрғындары Лукаға балалардың қиыншылықтарын айтып, ол көмектесуге шешім қабылдады. Түнде ай аспанға көтеріліп, жұлдыздар жымыңдай бастағанда, Лука өз бақшасына барды. Ол екі ерекше гүлді таңдады, бірі ашық көк, жазғы аспан сияқты, ал екіншісі жұмсақ қызғылт, таңертеңгі таң сияқты. Бұл гүлдерде қуаныш пен үміт сыйлайтын ерекше сиқыр болды. Лука Аня мен Петя тұратын үйге мұқият жақындап, терезені қағады. Балалар дыбысты естіп, терезеге барып, қолында екі жарқыраған гүлі бар кішкентай сиқыршыны көргенде таң қалды. «Сәлем, балалар», деді Лука жылы жымиып. «Мен сіздің қиналғаныңызды естідім және сізге көмектескім келеді. Бұл гүлдер қарапайым емес. Олар сізге қиын уақытта жарық пен үміт әкеледі». Аня мен Петя Луканың қолынан гүлдерді алды. Дәл осы сәтте гүлдер одан да жарқырап, бөлмені жұмсақ әрі жылы нұрмен нұрландыра бастады. «Рахмет, сиқыршы мырза», деп көздерін сүйсінген балалар айқайлады. «Бұл гүлдер ерекше», деп жалғастырды Лука. «Сіз мұңайған кезде жай ғана оларға қараңыз. Олар өмірде әрқашан үмітке орын бар екенін еске салады. Есіңізде болсын, жарық әрқашан қараңғылықты жеңеді».
Содан бері Аня мен Петя әр түнде өздерінің сиқырлы гүлдеріне қарады. Олардың жүректері жылу мен қуанышқа толып, мың бірте сейілді. Олар достарына тамаша бақ пен қараңғылыққа жарық түсіретін кішкентай сиқыршы туралы айтып, күлімсіреп ойнай бастады. Алайда Луканың әңгімесі мұнымен бітпейді. Кішкентай сиқыршының бағы күн сайын өсіп, әдемілене берді. Лука үнемі жұмыс істеп, жаңа жарқыраған гүлдер отырғызып, ауыл тұрғындарына өмірден үміт пен қуаныш табуға көмектесті. Сондай күндердің бірінде ауылға Мария деген әйел келеді. Жесір қалған жалғыз ұлынан соғыста айрылған. Оның жүрегі жарылып, өмірдің мәнін көрмеді. Оның қайғысы туралы білген Лука оған да көмектесуге бел буды. Түнде ол өз бақшасына барып, Мәриямға ең әдемі гүлді таңдады, қайта туылу мен жаңа бастаманы бейнелейтін алтын лотос. Осы гүлмен Лука Мэридің үйіне бет алды. «Қайырлы кеш, Мария», деді Люк есікті қағып. «Мен сенің жоғалғаныңды естідім, және саған осы гүлді бергім келеді. Ол сізге жайлылық пен үміт әкеледі». Мария гүлді алды да, ол жұмсақ алтын сәулемен жарқырай бастады. Көзінен жас ағып кетті, бірақ қуаныштан көз жасы да болды. «Рахмет, Лука», деді ол сиқыршыны құшақтап. «Бұл гүл менің балам жоқ болса да, әрқашан қасымда болатынын еске салады». Луканың игі істері туралы әңгімелер ауылдың сыртында да тарады. Сиқырлы бақты өз көздерімен көріп, қиын қыстау сәттерде жұбаныш табу үшін еліміздің әр түкпірінен адамдар ге келді. Луканың бақшасындағы әрбір гүлдің өз мәнімен ерекше сиқыры болды. Бұл адамдарға ең жақсыға сенуге көмектесті. Бір күні ауылға жас жұбайлар Иван мен Ольга келді. Олар өрт салдарынан баспанасынан айрылып, өмірлерін нөлден бастауға мәжбүр болды. Олардың жаңа үй салуға ақшасы да, күші де жоқ. Олар шарасыздықты сезінді. Ерлі зайыптылардың қиыншылықтарын естіген Лука көмектесуге шешім қабылдады. Ол күшті және жарқын екі гүлді таңдады, күш пен қуанышты бейнелейтін қызыл көкнәр мен сары ромашка. Осы гүлдермен Лука Иван мен Ольгаға барды. «Сәлеметсіз бе, Иван мен Ольга», деді ол. «Мен сіздің қайғыңыз туралы естідім және көмектескім келеді. Бұл гүлдер сізге күш пен қуаныш әкеледі, қиындықтарды жеңуге және жаңа өмір бастауға көмектеседі». Иван мен Ольга ризашылықпен гүлдер түсті. Олардың жүректері жаңа үмітке толып, жаңа үй салуға кірісті. Гүлдер әр түнде жарқырап, ерлі зайыптыларға ең қиын сынақтардан кейін де жаңа бастама үшін күш табуға болатынын еске салды. Сондықтан Лука жарқыраған гүлдер отырғызып, жарық пен үмітке мұқтаждардың барлығына көмектесуді жалғастырды. Оның бағы ізгілік пен жарқын болашаққа деген сенімнің символына айналды.
Бұл ғажайыпты өз көздерімен көріп, сиқырлы әсерін сезіну үшін ауданның түкпір-түкпірінен адамдар келді. Жылдар өтіп, Лука мен оның сиқырлы бағының даңқы бүкіл әлемге тарады. Саяхатшылар мен ғажайып іздеушілер Светляшковая Поляна ауылына келе бастады. Олар сиқырлы гүлдердің нұрында жұбаныш тауып, үйлеріне жаңа күшпен және жақсылыққа деген сеніммен оралды. Бір күні ауылға патша делегациясы келеді. Патша Луканың керемет істері туралы естіп, сиқырлы бақты көзбен көруді ұйғарды. Кешке бақ сиқырлы шамдармен жарқырап тұрғанда, Лука патша мен оның жанындағыларды кездестірді. «Қайырлы кеш, мәртебелі», деді Лука патшаға. «Менің бақшама қош келдіңіз». Патша бақшаның сұлулығы мен сиқырына таң қалды. Гүлді өсімдіктердің арасында серуендеп, олардың жарығы мен хош иісінен ләззат алды. «Бұл нағыз керемет, Лука», деді патша. «Мен сіздің игі істеріңіз туралы естідім және ризашылығымды білдіргім келеді. Сіз адамдарға жарық пен үміт сыйлайсыз, және бұл баға жетпес». «Рахмет, мәртебелі», деп жауап берді Лука. «Мен адамдарға көмектесе алатыныма қуаныштымын. Ең жақсыға деген сенім мен үміт біздің әлемді жарқын және мейірімді етеді». Патша Луканы жақсы істері үшін марапаттауды ұйғарды. Ол сиқыршы жұмысын одан да жақсы жағдайда жалғастыру үшін Лука мен оның бақшасына ауылда жаңа үй салуды бұйырды. Сондай ақ патша Лукаға сиқырлы таяқшаны сыйға тартты. Бұл оның сиқырлы қабілеттерін арттырды. Жаңа таяқшаның көмегімен Лука одан да әдемі және күшті гүлдер өсіре алды. Оның бағы одан сайын жарқырап, сиқырлы болды. Ауыл тұрғындары мен алыстан келген қонақтар жаңа гүлдерге тамсанып, олардың сиқырлы әсерін сезінді. Лука адамдарға көмектесуді жалғастырып, олардың өміріне жарық пен үміт әкелді. Оның бағы ізгілік пен жарқын болашаққа деген сенімнің символына айналды. Бұл ғажайыпты өз көздерімен көріп, сиқырлы әсерін сезінуге әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар келді. Кішкентай сиқыршы Лука өзінің сиқырлы гүлдерімен жарық пен үміт әкелуді жалғастырды. Балалар мен ересектерді жақсылыққа сенуге үйретіп, олардың жүректерін қуаныш пен жылулықпен толтырды. Тіпті ең қараңғы түндерде де оның бағы жарқыраған сәулелермен жарқырап, әлемде әрқашан ғажайыптар мен жақсылыққа орын бар екенін еске салады.